Медитация, өзіңді табу. Сіздермен бірге Назиля Слямқызы. Демімізді тереңдене сезініп, тыныштықта ойға батып көз жұмып, саяхатта ойша барып қайтайық, балалығың еске түссін тізіліп. Күні бойы үйден қашып безініп, кеш деп атқан ойын қалған үзіліп, өз үйіңе оймен ғана оралшы, әне ескі үй, аула, есік бұзылып. Кіресіңде ескі үйіңе қарайсың, өз-өзіңді үлкендерге балайсың. Ешкімде жоқ үй ішінде о-тоба, ол жүрегім, енді нені қалайсың? Көресің сен бұрыштағы сатыны, көтерілгенде және ескі шатырды. Шатырдағы ыбырсыған қағаздың арасында қыз бүрісіп отырды. Жалбыраған кіп-кішкентай қыз көрдің. Жылап отыр айта алмай сезімін. Екі қолын айқастырған тізесіне өзінің. Таныс саған бұл көрініс, сонау бала кезіңнің. Жерде жатыр ойыншықтар шашылып, қарамайды ойыншыққа қиығымен өзінің. Ренжулі ғой бүлдіршін қыз, көрдің бе оның, көрдің бұның төзімін. Қараймында бүлдіршіннің мұң торлаған көзіне, ұқсатамын еміс-еміс кішкентай өзіме. Шыныменен отырған 7 жасар өзім бе? Неге ренжіп қалғансың, қарашы менің көзіме? Жүрегімде тепсінген сезімдер өз-өзіме. Бүлдіршінді көргенде ерекше тұр сезіле. Кішкентай қыз үңіледі қағазына өзінің. Оқып отыр өксіп-өксіп реніштерін өзінің. Ей балапан, неге отырсың езіліп? Тұрш орныңнан реніштерден безініп. Қол ұстасып шасақ тарам жолдарға, бақыт бізге қалар мүмкін кезіліп. Үндемейді балақан тұр безеріп, еріндері кеткен әбден кезеріп. Тұрғызам да орынынан құшағыма аламын, сұп-суық боп қалған қолды алақаныма саламын. Жанындағы қатпар-қатпар қағаздан оқимын да ренішімді тауып аламын. Жеті жаста көңіл жетпей қалғанын, ренішіме айналама білдірмекші болғанмын. 8-імде дайындалмай сабаққа, қатарынан екілікті алғанмын. Жаз кезінде ойнаймын деп құлағам, ешкім мені жұбатпаған жылағам. Тағы есімде көңіл бөлмей қойды деп, айта алмай екі көзді бұлағам. Ата-анам күн құрғатпай ұрсысқан, қашып кеткін келуші еді ұрсыстан. 10 жаста ойнай алмай мөлдіреп, екі қолым босамаған жұмыстан. Әлі есімде 10 жаста болғаным, тұс жетіме ащы таяқ тиген кезде солғамын. Тағы ренжігенмін 13-тегі жасымда, сұлу қыздар ертпеді деп қасына.
Мына жерде 15-тегі қыздың мұңлы көздері. Балаң жігіт көзін салмай өтіп кеткен кездері. 16-да дұрыс көйлек ала алмай, жабырқанған бой жеткен көздері. Тағыда мен егіліп кеп жыладым, бір жігітке жан тәніммен құладым. Білдір алмай аңғал сезім иесін, тұра алмастан етбетімнен сұладым. Мынау менің 19-да кездерім. Жаңа ғана жалын атқан көздерім. Бірақ сол жалынды өшірдім, естіп алып ел мен жұрттың сөздерін. Тағдырына жас келіншегі ренжіді. Бірде көңіл, бірде ақша жетпеді. Бір кездері жары тойға ертпеді. Үйленгенде дәл осындай сертпеді. Бақыт деген жарың балаң деппеді. Бірақ бәрі кері қарай кетіпті. Мағандағы келейшілік жетіпті. Жарымменен түсінуден қалыппыз, екі қолды төбемізге қойыппыз. Ойым әбден шимайланып кетіпті. Шатасым деп жүргенде көңілге көз бітіпті. Ей балақан, келші ыстық құшаққа, реніштерді өртейікте апарайық жыраққа. Дәл сол жерде ұшырайық аспанға, дайын болып көңілге шашу шашқанда. Көңілімізде ешқандай да қалмасын, ендігәрі өкпе реніш болмасын. Демалайық терең күрсініп, көз ашқанда кетпеңіздер ентігіп. Көз алдымда елес деген бүлдіршін, өз-өзіңе қайтқан едің кезігіп.